сәлеметсіздер ме сіздер? Мен Мастергастан сатып алған маковый печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Дүкендердің печеньелерінен қарағанда 10 есе артық, шығыны аз әрі тойымды. Ерітілген 150 грамм майымызға 100 грамм сахарный пудрамыз саламыз өлшеп. Осылай силиконовый лопатканың көмегімен былғап аламыз жақсылап. Отыз грамм сұйық майымызды қосамыз. Бір жұмыртқаның сауыруын саламыз. Рецепте 30 грамм мақ делінген. Мақ ұнатпайтын болсаңыз да мақ салмауға да болады, болмаса азайтып 15-20 грамм салуыңызға да болады. Мақ ұнатпайтындарыңыз болса. Бір шай қасық разрыхлителіміз саламыз. Алдын ала иленген 250 грамм ұнымызды саламыз. Бір пачка ванилинімізді саламыз. Осылай лопатканың көмегімен тағы да былғап аламыз, 1-2 сағатқа холодильникке саламыз. Я болмаса сразу жасай беруіңізге де болады. Осылай домалатып шариктеп бөлеміз де, осылай домалатып противнигімізді сала береміз. Вилканың көмегімен узор саламыз, осылай жасап аламыз да. 180 градуста алдын ала қыздырылған пешімізде 12-15 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.